Сәлем достар, бүгін өте дәмді және пайдалы брокколиден крем көже дайындаймыз. Алдымен пияз бен сарымсақты майдалап турап аламыз. Содан кейін картоп пен сәбізді текшелеп тураймыз да, брокколиді бөлшектеп ажыратып аламыз. Енді кастрөлге сары майды ерітіп, пияз бен сарымсақты қуырып аламыз. Содан кейін туралған картоп пен сәбізді қосып, араластырып, дәміне қарай тоз бұрыш қосамыз, үстінен жылы су құямыз, көкөністер жұмсарғанша пісіреміз. Енді брокколиді қосып 5-7 минут тағы да қайнатамыз. Піскен соң бәрін блендермен езгілеп, біркелкі массаға келтіреміз. Сонында ыстық күйінде клейге қосып, тағы да 2-3 минут қайнатып аламыз. Міне брокколиден крем көже дайын, нәзік әрі өте жұмсақ дәмге ие болады. Бетіне аздап ас көп немесе үгітілген ірімшік себуге болады. Ас болсын, келесі видеода кездескенше.